Енді бұл жерде не қиыншылық болды? Мына заңның сәл өзгерістеріне байланысты. Біріншіден, біздің студенттер олар студент қой. Баланың ісі шала деген кейбір жігіттер біздің кәдімгі галстук тағып, әдемілеп киініп алған, барған, сосын кәдімгі санэпидемстанциядан келген тексеріс сияқты кірген ғой бүйтіп. Так. Сосын жаңағы анау видеоның бізге көрсетті, менде видеосы бар, көрсетпей қойын, ұят болар. Өйткені мен оларға видео, фото фиксация жасап барып, маған солай отчет бересіңдер деп жасағам. Ол адамдар бізде жап-жақсы мамандар болды. Өздеріне өздері қайраткер болды. Қазір енді ол бітіріп кеткендеріне біраз болды ғой. Енді қараңыз. Бұлай болды. Барат, осындай қайда сіздер осыны түзеңіздер дейді. Анау кәрі жылайын деп тұр байғыз. Жылайын деп еңіреп тұр. Ойбай, ондай бар екен, білмедік. Бүйттік, сөйттік деп тұр. Сосын анау жігіттер айтады да, 3 күннің ішінде түзеңіздер, әйтпесе сіздерге штраф болады дейді. Штраф. Айыппұлды тек қана мемлекеттік орган салады. Ол айтқысы келіп тұрғаны, сіз жасамасаңыз түбінде ол штраф болады, біз арыз жазамыз деген сөз ғой. Бірақ ол сөзді айтпау керек олай деп. Және олай визуальный контакты өте қиын адамдармен. Бұлай бетпе-бет көргенде адамдармен сөйлесу, оған претензия қою қиын. Сіз мұна потихаре үйден жасайсыз мұнардың бәрін. Өйткені бет көрсе жүзе алады дейді. Сол бетте-бет келуден қорыққан адамдар, жасағысы келмейтін адамдар, ешкіммен ұрысқысы, төбелескісі келмейтін адамдар осын жасай саласыз. Болды. Болмаса, анау книга жалып болатын болса, соған жаза саласыз. Болды. Енді қараңыз, былай болды. Бір күні маған бір жігіт звондайды. Енді жаңағы жібердім ғой. Бір еркек звондайды маған. Бір студент айтып жатыр. Еңлік ұмытпасам, сол звондайды, айтады, ойбай ағай маған біреу айтып жатыр, қорқытып жатыр, ровд-ға кел деп жатыр, сендер алаяқ екенсіңдер деп жатыр дейді. Бұл анау барлығымыз топ болып барғаннан кейін, жан-жаққа барғаннан кейін, бұлар не істеген? Кәріс магазинде бір-бірімен байланысып, біздің бір кәдімгі сатылатын бізде жемқор полицейлер бар ма? Соның біреуіне хабарласқан. Сосын мен ол кезде бір не деп отыр едім, жаңағы ас беретін Құран оқитын жерде отырғам тұғым, беззвучный отырған, алмаған телефонды. Ол 20 рет звондап тастаған. Содан жылайын деп тұр. Звондасам, не болды десем, осындай. Сосын жаңағы Әлімжанға звондасам, Әлімжанға ойбай маған біреу мені қорқытып жатыр дейді. Содан жаңағы адамның телефонын берші деймін ғой, сен телефонын звондасам, сен кімсің дейді. Мен айттым, мен осындай маманымын, осылай десем, сендер алаяқсыңдар, сендердің студенттерің мынандай. Біз не істедік? Өркениетті жолмен барайық дедік. Претензияны былай жаздық қой мінекей. Сап-сау кәдімгі құқықтық мемлекетте тұрып жатқан сияқты. Претензия, яғни бәленшет ИП, мынандай адресте, одан кімнен? Ермекова еңліктен. Адресі жоқ болса да телефоны, электронный адресі бәрі жазылған. Одан кейін сотқа дейінгі претензия. Бәрі сөйтіп жазылған ғой. Барлығын телефоны көрініп тұр. Алғанда сол телефондарға звондап шыққан. Сендер алаяқсыңдар, сендердің барлығыңа қылмыстық іс қозғалып жатыр. Осындай деген. Бұл әлбетте заңсыз. Сосын мен айтам. Жігіттер, мен қылмыстық құқықтың маманымын. Қалай ол қылмыс көріпсіздер? Тұтынушы өзінің хақысын талап етіп жатыр. Жоқ, сендер алаяқсыңдар, алаяқтық ісіне байланысты қылмыстық іс бірігіп жатыр. Маған айтады, сіз емес, сен дейді, сен келші неге? ДВД-ның қасына келші дейді. Мен айтам, ДВД-ның қасына деген сөз болмайды. Маған конкретно ДВД-ның Алматы қаласының қай тергеушіге, қай кабинетке ресми түрде повестка жібер, WhatsApp-пен алам, сосын барам, сосын дәлелдеп берем. Содан жарайды деді, қойды. Біраздан кейін ішіп алған адам. Біраздан қайтып звондайды, мына жерде жігіттер ДВД алмайды екен ғой, Алмалинский ровд алып жатыр, Алмалинский ровдға келсін деп жатыр. Мен айтам, келсін деп жатыр деген сөз жоқ. Маған конкретно қай тергеуші, қай кабинет бойынша шақырып жатыр, повесткасын көшірмесін жіберіңіз. Содан жоқ. Одан қайтып звондайды, мына жігіттер шешсін деп жатыр ғой дейді. Ол действительно полицейский. Өйткені себебі мен кейін айтам, неге оның действительно полицейский екендігін. Содан звондайды. Сен қалай мамансың деп қояды да, маман емессің дейді. Мен айтам, сен жасың нешеде деп қояды. Мен ол кезде жасым 40-қа енді жетіп қалған 39-ға адамын. Мен жасым 40-та десем, мен 45-темін деп қояды. Молодец дедім, құттықтаймын. Содан екеуміз біраз жерге шейін бардық. Сосын жаңағы аттарын айтып тұр. Өйткені себебі бүкіл претензиялық ішінде жазылған ғой. Жаңағы Әлімжан, Еңлік, Айдана, барлығының аттарын айтып тұр. Арыстан, барлығын айтып тұр. Енді біраздан кейін 5-ші звондады. Мен атын айт десем айтпайды, фамилиясын айт десем айтпайды. Атын ғана айтады да.
Сосын 5-ші звондаған кезде мен айттым, так, жігіт, маған сенің фамилияң да, ештемең де керек емес. Атыңды білем, телефоныңды білем, бүкіл записың менде телефонда жазылып жатыр. УСБ-ға тапсырам дедім. Управление собственной безопасности. Телефонды қоя салды. Содан кейін звондаған емес, осы уақытқа шейін 5 жыл өтті ма? Ол телефон менде бір жерде сақталып тұғын. Бұл негізгі действительно реальный полицейский. Өйткені полицейский болмаса, ол УСБ деген сөзді білмейді. Управление собственной безопасности. Жазылып, бүкіл телефоның жазылып тұр, мен УСБ-ға тапсырам дедім. Бірден телефонды тастай салды. Содан кейін звондаған жоқ, сосын мен де звондаған жоқпын. Аты жөні барлығы менде телефонда жазылды. Ол не істеді? Ол управление собственной безопасности деген ішкі қауіпсіздік басқармасы туралы біледі. Өйткені себебі ішкі қауіпсіздік басқармасында полициялардың заңсыз әрекеттеріне, соның ішінде қылмыстық әрекеттерін тергейтін полицияның өзінің органы. Бұлар жаңағы карис магазиндерінің қожайындары бірігіп алып, біреуді қорқытып берші маған осындай бір шиголдар келіп, біздің үстімізге әңгір тояқ ойнатып жатыр деп жасап берші деген, ол заңсыз жолмен үйреніп қалған жұртты басып жаныштап, сөйтіп жасаймын деген адам сөйтіп өз басымен өзі қайғы болып кетті. Содан кейін біздің студенттерге звондап та көрген жоқ, басқа жасап көрген жоқ. Біз жұмысымызды ары қарай жалғастыра бердік. Бұл 4-ші, 5-ші, 6-ші күндері болатын жаңағы. Бірақ ары қарай 1 айға шейін жалғастырдық. 1 айдың ішінде 57 магазиннің барлығы дерлік түзеп шықты. Біреуі 3 күнде түзеді, біреуі 3 күнде, біреуі 10 күнде түзеді, біреуі 1 айға жақын сол жүргенде түзеді. Ал бір-екеуі жаңағы қасарыстап сотқа шейін былай претензиямен барды. Ол кездегі заң көбісі біздің жағымызда емес тұғын, соған байланысты, бірақ бәрібір түзеді. Демек, қазір заң сіздің жағыңызда. Сізге бетпе-бет келу керегі жоқ. Қазір сіз үйде отырып ақ, интернетпен отырып ақ, осы мәселені өзіңіз шеше аласыз.